Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Оңғардың Оңкар арнасында кезекті шығарылым. Бүгін біз жол жүрісі, жол қозғалысына қатысты қабылданып жатқан жаңа заң туралы айтамыз. Енді бір қатар жол қозғалысына қатысушыларға талап күшейтіліп, қатаңдатылып жатыр. Қандай екенін енді ретімен айтайын. Әуелі самокаттарға байланысты. Былтыр естеріңізде болар, самокат жүргізушілеріне қатысты заң қабылданған еді. Дегенмен ол әзірге орындалып жатқан жоқ. Мысалы, самокатпен жүру үшін жолдың шетімен, көлік жүретін жолдың шетімен жүрген кезде олардың жылдамдығы сағатына 25 километрден аспауы керек еді. Одан бөлек, егерде тротуармен жүрген кезде оның жылдамдығы сағатына 6 километрден аспауы керек еді. Дегенмен, осы уақытқа дейін самокаттың қандай жылдамдықпен келе жатқанын өлшейтін, оларды тоқтатып жауапқа тартатын құзырлы органда құрылғы да жоқ. Сондықтан бұл заң қабылданғанымен әзірге орындалып жатқан жоқ. Оның үстіне жаңағы самокатпен жүру үшін басына шлем кию керек, яғни каска кию керек деген талаптар болған. Оның кәмелет жасына толуы міндет еді. Дегенмен заң қабылданды, олардың біреуі де орындалып жатқан жоқ. Кешегі сенат отырысында сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осы мәселеге қатысты ішкі істер министрлігіне бірқатар ескертулер жасады. Егер де заң қабылданғаннан кейін ол міндетті түрде орындалу керек. Егер орындалмаса, ондай заңды қабылдап не керегі бар деп вице-министрге Игорь Лепехаға шүйлікті. Сонымен министрлік бұл мәселені шерингтік компанияларға, яғни самокаттарды жалға беретін, бізде бар ғой, Жет, Ош деген тағы да басқа, Яндекстің самокаттары бар. Солар өздері реттеуі керек деген мәселені айтып еді. Егерде сіздердің қолдарыңызда барлық билік бар, егерде оны жүзеге асыра алмасаңыздар, не істеп отырсыздар деген мәселені көтерді сенат төрағасы. Яғни енді жалға беретін компанияларға қатысты бірқатар өзгерістер болуы мүмкін. Олар егерде шлемі болмаса, кәмелет жасқа толмағандарға самокатты жалға бермеуге міндеттелуі мүмкін. Сондай-ақ бұл самокаттардың қандай жылдамдықпен келе жатқанын өлшейтін құрылғылар да іске қосылуы мүмкін болып жатыр. Әзірге бұл сенатта жай ғана сөз жүзінде қозғалды, министрлікке нақты тапсырма берілді. Екіншісі, ең қызығы, бұл скутерлерге, яғни мопедтерге қатысты мәселе көтерілді. Қазір мопедті кез келген азамат жүргізу білетін болса, айдау білетін болса, өз бетімен мініп жүре бере алады, және де оларды тоқтатып жауапқа тартатын, олардан құжат талап ететін ешқандай заң жоқ еді. Кеше заң қабылданды. Енді ол не өзгертеді? Кез келген мопед қоғамдық жолға, яғни жол қозғалысына қатысу үшін міндетті түрде ішкі істер министрлігінің базасында тіркелуі керек. Яғни, егерде тіркелмеген мопед болатын болса, онымен жолға шығуға болмайды. Қарапайым автокөліктеріміз бар ғой, онда міндетті түрде мемлекеттік нөмірі болу керек, госнөмірі болу керек қой. Сол сияқты мопедтерден де госнөмір талап етіледі. Оның құжаты болады, кімнің мопеті, кімнің скутер екені белгілі болуы керек. Оларға мопед иелеріне 6 ай уақыт берді. Осы 6 айдың ішінде ішкі істер министрлігіне, яғни жергілікті полиция бөлімдеріне барып, мопедтерін тұрақты тіркеуге қою керек, және мопедтерге мемлекеттік нөмір алу керек. Өйткені бұны тіркемесек жолдағы тәртіпті қалыптастыра алмаймыз, деді Игорь Лепеха. Қазір мопедте мемлекеттік тіркеу нөмірі болмағандықтан бейнебақылау камералар арқылы оның иесі кім екенін анықтау мүмкін емес. Осыны пайдаланып, олар әдейі жол ережесін бұзады. Ал мемлекеттік тіркеуден өту үшін оларға жарты жыл уақыт беріледі. Осы уақытта үлгермесе, бұл мопедтерді тоқтатып, айып тұраққа жеткіземіз. Сонда мопедтер енді тіркеледі делік. Ол 6 ай уақыт берілді. Қазір мысалға қыркүйек айы, қазан, қараша, желтоқсан, қаңтар, ақпан, наурыз айына дейін уақыт берілді. Келесі маусымда, яғни келесі жаз маусымында мопедтердің барлығы мемлекеттік нөмір тағуы керек. Егерде ол тақпайтын болса, айып тұрағына тоғытылады, алып қояды ол мопедтерді. Бұл бір жағынан жолдағы ережелердің сақталуына біраз өзінің септігін тигізетін сияқты. Өйткені қазір мопедшілер сенің көлігіңді бір жерін сырып кетсе,
ол мопедті сен қайдан іздейсің, қайдан табасың? Оның үстіне мынау кептелісте тұрған кезде қыстырылып екі көліктің арасынан тар жерден өтіп сондай маневрлар жасайды. Сондай уақытта егерде ол сені сырып кетсе, сен оны жаяу қуып жете алмайсың. Көлігің кептелісте тұр, камерамен қарайын десең, оның басында каскасы бар, түрі көрінбейді, мопедінің нөмірі жоқ. Сондықтан бұл біраз бассыздық болып жатыр деген мәселені айтты да 6 ай уақыт берді. Енді барлық мопедтерде мемлекеттік нөмір болады. Енді мопедті кім жүргізеді деген мәселеге тоқталайық. Бұл мопедті айдау үшін де, мопедпен қаланың ішінде жүру үшін де жүргізуші құжаты қажет болатын болды. Ол А1 санатындағы жүргізуші құжаты болуы керек. Егер де ол кәмелет жасына толған азаматтарға ғана беріледі, яғни балалар, оқушылар және басқалар бұл мопедпен қала ішінде жүре алмайтын болды. Егер жүретін болса, оның қазіргі көліктерге қойылып жатқан талап сияқты мопедтерін жүргізіп жүрген адамға немесе оның әке-шешесіне айып салынады да, мопеді айып тұрағына тоғытылады. А1 санатындағы жүргізуші куәлігін кімдер ала алады? Жаңа айтқандай кәмелет жасына толғандар және де қазіргі уақытта мысалға көлікпен жүруге, жүк көлігімен жүруге құқығы бар, яғни Б санатындағы, мысал айтып отырмын, жүргізуші куәлігі бар азаматтар ол А1 санатын автоматты түрде ала алады. Яғни ол азамат жол ережесін толық білуі тиіс. Қазір мысалға көлікпен жүріп жүрген азаматтардың басым бөлігі енді жол ережесін бұзғанымен негізгі базалық жол ережесін толық біледі ғой. Сондықтан осындай білімі болуы керек, біліктілігі болуы керек деген мәселемен осындай санаттағы азаматтарға автоматты түрде береді, немесе оны қосымша оқып алуға да болады. Яғни келесі жаздан бастап көшедегі мопедтер біраз, скутерлар біраз азаяды деген сөз. Қазір мынау жеткізу қызметінде, яғни доставкада жүрген азаматтар біраз осы скутерлардың арқасында өзінің күнделікті тамағын тауып отқаны шындық қой. Ал енді оларға талап күшейеді. Келесі жазға дейін мопедтерін тіркеу керек, және де А1 санатындағы жүргізуші куәлігін алуға барынша тырысу керек, және осы куәлікті алулары керек. Өйтпесе заң бұзған болып есептеледі. Сондай-ақ кешегі сенат отырысында жүргізушілерге қатысты да бірқатар талаптардың күшейетіні айтылды. Яғни мас күйінде рөлге отырған азаматтар 7 немесе 8 жыл бойы қайтадан көлік жүргізу бойынша көлік жүргізу үшін емтихан тапсыра алмайды, яғни 7-8 жыл бойы ол рөлге отыра алмайды деген сөз. Ал егерде мас күйінде жол ережесін бұзатын болса, немесе біреуді соғып кететін болса, жарақат алатын болса басқа адам, онда өмір бойға жүргізуші куәлігінен айырылады. Яғни ол енді Қазақстан аумағында көлік жүргізе алмайды деген сөз. Осы мәселелердің барлығы кеше сенат отырысында қозғалды. Сенат заң жобасын қабылдады, президенттің қол қоюына жіберілді. Яғни келесі маусымнан бастап депутаттардың, министрлік өкілдерінің айтуы бойынша жолда біраз тәртіп қайтадан қалпына келеді. Амандықта жүздесейік. Сіздер мопедшілер туралы жалпы қалай ойлайсыздар? Оларды осындай заңға салған, оларды тіркеген дұрыс па? Әлде мынау күнделікті нәпақасын осы скутер арқылы тауып жүрген азаматтардың күнделікті табысына қиянат жасаған болып есептеле ме бұл? Қалай ойлайсыздар? Амандықта жүздесейік.